Балақай, бүгінгі тыңдайтын ертегі бауырсақ. Ерте-ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: кемпір, қамбаның түбін қақсаңшы, елеуішпен елейші, қарны ашқан шалыңа бауырсақ пісіріп берсеңші, депті. Кемпірі қалақша қолға алыпты, қамбаның түбін қағыпты, елеуішпен елепті, табақшаға салыпты, 2 уыс ұн болыпты. Қаймаққа ұнды илепті, дөңгелектеп алыпты, ыстық майға салыпты. Бауырсақты піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суып жатыпты, жатып ойға батыпты. Қашайын деп осы үйден бір ойға нақ бекіпті. Жақтаудан түсті сәкіге, сәкіден түсті еденге, табалдырықтан секіріп жетіп барды сенекке. Сенектен сыртқа беттеді, аулаға шығып кетеді. Аулаға шығып алған соң домалап соқпақ жолменен ұзай кетеді. Жол бойымен домалап келе жатса бауырсақ қарсы алдынан тап келді. Ұзын құлақ ақ қоян. Сонда қоян бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін, депті. Бауырсақ оған былай дейді: жей көрме мені қояным, ән айтып берем тыңдағын, дейді. Жарайды, ендеше айта ғой, дейді қоян. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес бұл маған. Осылай деп бауырсақ домалады, аңқау қоян аңырап тұрып қалды. Бауырсақ зыр домалап жөнеледі. Зыр домалап бауырсақ келе жатса, алдынан сұр қасқыр кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қасқыр. Сұр қасқыр, мені жемеші, ән салып берем тыңдашы, деп бауырсақ әндете жөнеледі. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де құтылдым, қояннан да құтылдым. Қасқыр, сенен сытылу қиын емес бұл маған. Бауырсақ ары қарай домалады. Аңырап, сұр қасқыр жолда қалды. Домалап, бауырсақ тағы жөнеледі. Алдынан аю сонда кез келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, депті. Жей көрме, аю атайым, тыңдашы, мен саған ән айтайын, деп бауырсақ әнін бастайды. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аю, сенен сытылу қиын емес бұл маған. Осылай деп бауырсақ домалады. Аңырап, аю маймақ жолда қалды. Бауырсақ домалаумен келе жатты. Осылай талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, қу төлгі жылмаң етіп келе қапты. Бауырсақ, домалап қайда барасың, депті сонда түлкі. Жол жүріп кетіп барамын, депті бауырсақ. Бауырсақ, мен сені жеп қоям, депті түлкі. Жемеші, түлкі, ән салып берем мен саған, депті бауырсақ.
Бауырсақ сонда: менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңілім шат, қамбаның түбін қырнаған, елешпен елеген, қаймақпенен илеген, күйдірмей майба пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым, түлкі сенен құтылу қиын емес болмаған. Әнің қандай жақсы бауырсақ, нашар еді бұл құлақ, тұмсығыма шығып ап, айтып берші қайталап, дауыстап бір қаттырақ, депті сонда қу түлкі. Мақтанғанға мәз болды. Тұмсығында түлкінің, бауырсақ солай ән салды. Сонда түлкі: тамаша екен үнің де, тағы бір рет айтшы, тыңдайын, отырып алып тілдіме, депті. Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді. Ойланбастан тіліне секіреді. Ап дегенде бауырсақ қу түлкінің аузында әп-сәтте күтірледі. Мақтаншақтың жақсы емес ей, балалар, деген оймен бітірдемін ертегімді.